Бұл сіздермен English plus 5 workbook unit 4 adjectives describing people тақырыбындағы өтуларын жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 28 28-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Adjectives, яғни сын есімдер, describing people, адамдарды сипаттау. Адамдарды сипаттау үшін қажетті сын есімдер бойынша бірнеше жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Label the pictures with the words in the box. Яғни төмендегі суреттермен жоғарыдағы сөздерді мәтшіне сәйкестендіріп шығуымыз керек. For example, the first is nicest. Next, the first old, noisy, young, horrible, friendly, tall, short деген сөздер шықты. Old кәрі, егде жаста, noisy шулы, young жас, horrible қорқынышты, friendly досшыл, tall ұзын, short қысқа болып аударылады. Next exercise 2. Complete the mini dialogues with the words in the box. Төмендегі берілген қысқа диалогтарды сөздермен толықтыруымыз қажет, сын есімдермен. For example, N. You are unfriendly. Сен досшыл емессің. No, I'm not. Жоқ, мен келіспеймін. I'm very friendly. Мен өте досшылмын дейді. Next. The first. Is your dog old? Сенің итің кәрі ме? No, it isn't. Жоқ, ондай емес. It's very young. Ол өте жас. Dave. That film star has got dark hair. Ана кино жұлдыздың шашы қара екен. No, she isn't. Ол жоқ, ондай емес. She's got fair hair now. Дара қалдыр сәтте оның шашы ақ түсті. Ақшылы yes. Next. Is your cousin nice? Сенің туысқаның жақсы ма? No, he isn't. Жоқ, ондай емес. He is horrible. Ол қорқынышты. Charlotte is a noisy girl. Charlotte шулы қыз. Well, she is quiet today. Я, ол бүгін сабырлы. Is your mom short? Сенің анаңның бойы қысқа ма? Yes, she is. Yeah. But my dad is very tall. Бірақ менің әкем өте ұзын. Yes. Next exercise 3. Write sentences about the people in the pictures. Draw your own picture for number 3. Яғни төмендегі суреттерді үшінші жаттығудағы сын есімдермен не істеуіміз керек? Сын есімдермен үшінші жаттығудағы суреттерді сипаттауымыз қажет. For example, she is young and tall. Ол жас және бойы ұзын. She is unfriendly. Ол досшыл емес. She is got dark hair. Ол қара шашты ес. Next. The first. They are young and short. Олар жас және бойлары қысқа. They are friendly. Олар досшыл. They've got fair hair. Олардың шашы ақшыл. Next. He is old and tall. Ол кәрі және де бойы ұзын. He is horrible. Ол қорқынышты. He's got a fair hair. Оның шашы ақшыл. The third. Яғни бұл жерде суретін салыстырдағы I'm young and short. Мен жаспын және де бойыңыз қысқа болса, қысқа ұзын болса, tall деп жазасыз. Next. I am friendly. Мен досшылмын. I've got. Яғни сіздің шашыңыздың түсі қандай? Қара болса да, ақшыл болса, fair деп жазасыздар. Осымен біз 28-ші беттегі жаттығуларын жасау жолымен жауаптармен танысып болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye. Бұл сіздермен English plus 5 workbook unit 4 adjectives describing people тақырыбындағы өтуларын жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 28 28-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Adjectives, яғни сын есімдер, describing people, адамдарды сипаттау. Адамдарды сипаттау үшін қажетті сын есімдер бойынша бірнеше жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Label the pictures with the words in the box. Яғни төмендегі суреттермен жоғарыдағы сөздерді мәтшіне сәйкестендіріп шығуымыз керек. For example, the first is nicest. Next, the first old,
noisy, young, horrible, friendly, tall, short деген сөздер шықты. Old кәрі, егде жаста, noisy шулы, young жас, horrible қорқынышты, friendly досшыл, tall ұзын, short қысқа болып аударылады. Next exercise 2. Complete the mini dialogues with the words in the box. Төмендегі берілген қысқа диалогтарды сөздермен толықтыруымыз қажет, сын есімдермен. For example, N. You are unfriendly. Сен досшыл емессің. No, I am not. Жоқ, мен келіспеймін. I am very friendly. Мен өте досшылмын дейді. Next. The first. Is your dog old? Сенің итің кәрі ме? No, it isn't. Жоқ, ондай емес. It's very young. Ол өте жас. Dave. That film star has got dark hair. Ана кино жұлдыздың шашы қара екен. No, she isn't. Ол жоқ, ондай емес. She's got fair hair now. Дара қалдыр сәтте оның шашы ақ түсті. Ақшылы yes. Next. Is your cousin nice? Сенің туысқаның жақсы ма? No, he isn't. Жоқ, ондай емес. He is horrible. Ол қорқынышты. Charlotte is a noisy girl. Charlotte шулы қыз. Well, she is quiet today. Я, ол бүгін сабырлы. Is your mom short? Сенің анаңның бойы қысқа ма? Yes, she is. Yeah. But my dad is very tall. Бірақ менің әкем өте ұзын. Yes. Next exercise 3. Write sentences about the people in the pictures. Draw your own picture for number 3. Яғни төмендегі суреттерді үшінші жаттығудағы сын есімдермен не істеуіміз керек? Сын есімдермен үшінші жаттығудағы суреттерді сипаттауымыз қажет. For example, she is young and tall. Ол жас және бойы ұзын. She is unfriendly. Ол досшыл емес. She is got dark hair. Ол қара шашты ес. Next. The first. They are young and short. Олар жас және бойлары қысқа. They are friendly. Олар досшыл. They've got fair hair. Олардың шашы ақшыл. Next, he is old and tall. Ол кәрі және де бойы ұзын. He is horrible. Ол қорқынышты. He's got a fair hair. Оның шашы ақшыл. The third, яғни бұл жерде суретін салыстырдағы I'm young and short. Мен жаспын және де бойыңыз қысқа болса, қысқа ұзын болса, tall деп жазасыз. Next. I am friendly. Мен досшылмын. I've got, яғни сіздің шашыңыздың түсі қандай. Қара болса да, ақшыл болса, fair деп жазасыздар. Осымен біз 28-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен жауаптармен танысып болдық. Келесі уақытта кездескенше, goodbye.